Ассаламу алейкум, хөрмәтле китап сүйер, китап кумарлар. Бүген сезләргә таныстырмакчы булган китабым дөнья буйлап 2 миллионнан артык нускада сатылган. 26 телгә аударма етеп чыгарылган. Каржылык саватканлыкта асыруда усун сөйтләтегән ең белгиле китаплардан бире Җаһан дурданаларынан Джордж Самуэл Клейсонның Вавилонлык ең бай адам китабы. Бұл кітап ең дәслеп 1926 жылы шыққан болып, соннан берлі ұсы күнге шыққан кітап оқушыларымыздың ең сүйікті кітабы саналады. Мемлекеттің гүллеп жасауы, онда жасаушы әрбір инсанның жеке қаржылық рауыжлануына байланысты. Оған қалай ерсу керектігі хақында осы кітапта толық баян етілген. Ертеде ең бай қалалардың бірі Вавилон қаласында өзінің сахилығы менен, байлығы менен әлемге даңқ шыққан Аркад ісімлі адам жасайды. Күнлердің бірінде оның алдына камбағалықтан қиналған достары келіп сұрау береді. Аркад, біздер сені жаслықтан танимыз. Бірге өстік, бірге оқыдық. Айтшы, сен қалайынша ұсыншама дәрежедегі бай дәулетлі инсанға айландың дейді. Сонда Аркад өзінің бастан кешіргендерін бір бастан айтып береді. Аркад жас уақытында қала хакимиятында хаткер болып жұмыс істейді. Сол уақытта ол бай дәулетлі инсанларды көріп, өзі де бай болып жасауға қарар етеді. Бір күні Аркадтың алдына сүтқор Алгамиш келіп, 9-шы низамды жазып беруін сұрайды. 9-шы низам үлкен һәм кең көлемлі болады. Келісілген уақытқа Аркад жазуды жазып тұра алмайды. Алгамиш келгенде жазу таяр болмайды. Бірақ Алгамиш үшін бұл жазу жүдә зарур болады. Сонда Аркад Алгамишке: Алгамиш, сіз жүдә бай инсансыз. Айтыңызшы, мен не істесем, сіз сияқты бай боламын. Егер соның сырын айтсаңыз, мен сізге таңға шекем жазуды жазып бітіріп беремен дейді. Алгамиш разы болады. Аркад түні менен ұйқыламастан жазуды жазып бітіреді. Алгамиш келгенде Аркадтың сұрауына жауап ретінде былай дейді: тапқан дараматыңның оннан бір бөлегі өзіңе тиесілі болу керек. Тапқан дараматыңның оннан бір бөлегін жинап бар. Бұл сені байлыққа алып барушы ең дәслепкі жолың болады дейді. Байлық майда тұқымlardan бой тіклейтұғын терекке ұқсайды. Сен сақлап қалатұғын дәслепкі пұлың байлық терегіңнің тұқымына айланады. Тұқымды қаншелі жерге тез ексең, ол соншелі тез көгереді дейді. Солай етіп Аркад жылдар давамында Алгамиштен байлықтың бір қанша сырларын үйреніп барады. Сонда достары Аркадқа: демек, сенің өмірде Алгамишті ұшыратқаның ауметің болған екенді дегенде, Аркад: яқ, менің ауметім бұл менің бай болуды қарар еткенімде дейді. Кітапта ауметтің өз-өзінен пайда болатығын нәрсе емес, аумет бұл имканиятлардан дұрыс пайдалана білу деген білімді түсіндіріп беруші бір қанша уақиғалар орын алған. Кітаптың тикарғы мазмұнын Аркадтың өз отанласыларына үйреткен байлықтың 7 қағидасы құрайды. Бұлар төмендегілер. Бірінші қағида: пуларыңызды жинап барың. Бұнда тапқан дараматыңыздың оннан бір бөлегін жинап қоюды ұсыныс етеді. Екінші қағида: қаражетлеріңізді бақылап барың. Бұнда қаражетлеріңіздің тізімін жазып, оннан ең керектілерін сайлап алып, ең зәрурлеріне пуларыңызды сарпылауды ұсыныс етеді. Үшінші қағида: жинаған жамғармаңызды көбейту. Бұнда дарамат келтіретұғын жерлерге пуларыңызды сармая кірту арқалы оларды көбеюге мәжбүрлеу керектілігін ұсыныс етеді. Төртінші қағида: жамғармаңыздың жоқ болып кетуінен сақлау. Бұнда өз ісінің ұсталары менен, ақыллы адамдармен маслихатлескен қалда пуларыңызды сарпылауды ұсыныс етеді. Бесінші қағида: пуларыңызды өз үйіңізге жұмсау. Бұл жерде өзіңіздің һәм шаңырақ ағзаларыңыздың жасауы үшін үйіңіздің болуы һәм ол жерде қолайлы шариғатлар жарату керектілігін ұсыныс етеді. Алтыншы қағида: келешек дараматыңызды тәминлеу. Бұнда жас һәм күш қайратқа толы уақыттан бастап келешекке таярлану, келешек үшін дарамат тереклерін табу керектілігін ұсыныс етеді. Жетінші қағида: пул табу имканиятларын кеңейту. Бұл жерде өз қабілетіңізді рауажландыру, білім һәм тәжірибеңізді арттыру үшін оқып, үйрену арқалы һәм сол тикарда әрекет ету арқалы пул табу имканиятларын кеңейтуді ұсыныс етеді. Бұндан басқа кітапта
Аркадтың баласына массерге үйреткен байлықтың 5 низамы орын алған. Бұл кітап барша кітап оқушыларым үшін ең зәрлі кітап деп есептеймін. Һәммеге Джордж Самуэл Клейсонның Вавилонлық ең бай адам кітабын оқуды ұсыныс етемін. Диққатларыңыз үшін рахмет.